Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай тәтті тоқаш рецептімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бір ыдысқа жылы сүтті, қант пен тұзды, ашытқыны салып, сұйық майды құйып, жақсылап араластырамыз. Сосын ыдыстың бетін жауып 15 минутқа ашу үшін қоямыз. Дайын болған ашытқыға жұмыртқаны салып жақсылап араластырамыз. Сосын ұнды қосып, қамыр илейміз. Қамыр илеу барысында артық ұнның қосудың қажеті жоқ. Қамырымызды жылылап жауып, ашығанын күтеміз. Ашыған қамырды ыдыстан дастарханға түсіріп алып, бөліктерге бөлеміз. Әр бөлік шамамен 100 граммнан шығуы қажет. Егер де сіздерде таразы жоқ болса, онда қамырды 9 бірдей бөлікке бөлуге болады. Қамырдың ішіне өз қалауыңыз бойынша мейіз немесе шоколад, джем қосса болады. Енді қамырларымызды алдын ала сары маймен майланған формамызға гүл тәрізді саламыз. Енді форманың бетін пищевой пленкамен жауып, жылылап жабамыз. Қамырдың көтерілгенін тосамыз. Көтерілген қамырымыздың бетіне жұмыртқаның сары уызын жағамыз. Сосын өзіміздің талғамымыз бойынша кунжут немесе мак себеміз.
Тәтті тоқашымызды духовкада 180 градуста 40 минут пісіреміз. Мінеки достар, бізде өте биік тәтті тоқаш шықты. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Эрика. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.